Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше әрі оңай, дәмді тағам жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп сенемін. Ең алдымен 2 дана пиязымызды осылай майдалап турап аламыз. Табамызға майымызды құйып, майымыз қызған екен пиязымызды салып, жақсылап қуыратын боламыз сарғайғанша. Және де бізге 1 дана сәбіз қажет. Сәбізімізді теркадан өткізіп алатын боламыз. Немесе майдалап турап аласыздар. Және де тартылған етіміз қажет. Пиязымызбен жақсылап қуырып аламыз. Орташа отта, қатты күйіп кетпеуі қажет. Толықтай пісірмейсіздер. Осылай әдемі болып қуырылып жатыр. Енді сәбізімізді салып, барлығын тағы да жақсылап қуыратын боламыз. Осылай барлығын рет-ретімен қуыра бересіздер. Сонда тағамдарыңыз өте дәмді шығатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жақсылап қуырып алдық. Енді бізге 2-3 дана баклажан қажет. Баклажанымыздың тура ортасынан емес, кішкене шет жағынан кесесіздер. Және осылай ортасына жақсылап алып тастайсыздар. Видеода көрсетілгендей тура болсаңыздар өте оңай алынады. Ішін жақсылап осы қасықпен қарап алатын боламыз. Барлығын осылай дайындап алдық. Және болгарскийларымызды осылай жақсылап жуып тазалап алатын боламыз. Дайын болды. Енді баклажанның ішінде тастамаймыз. Мұны да майдалап, ұзыншалап турап алатын боламыз кубиктап. Баклажандарымыз да дайын. Енді бұны да салып, жақсылап қуыратын боламыз. Майдалап турап алған дұрыс барлығын. Сонда әдемі болып піседі. Енді бізге болгарский қажет. Кез келген өзіңізге ұнаған түрін қолдана өтсеңіздер болады. Бұны да майдалап, әдемілеп турап алатын боламыз. Болгарский қоссаңыздар өте дәмді шығады. Енді табамызға салып, бұны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Барлығын 1-2 минуттан қуырасыздар, толық піспеуі қажет. Өйткені духовкада пісіретін боламыз. Енді бізге 1-2 дана осындай қызанақ қажет. Қызанақтарымызды майдалап турап, оны да табамызға салып, жақсылап араластырып аласыздар. Осы қызанағымыздың суы шығып өте дәмді болады. Енді дәміне қарай тұз, қара бұрыш, өзіңізге ұнаған приправа түрін қолдансаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Енді дәмдеуіштер сіңуі үшін толықтай жақсылап араластырып аламыз. Осымен дайын. Енді астын өшіреміз. Міне баклажандар мен болгарскийлеріміз дайын. Енді осының ішіне салмасын салып шығатын боламыз. Қатты толтырмай, аз қылмай, әдемілеп барлығына салып шығатын боламыз. Арасына зелень өзіңізге ұнаған түрін қолдансаңыздар болады. Немесе бетіне де қосуға. Баклажандарымызды толтырып шықтық. Енді келесі кезекте болгарскийларымызға дәл солай салып шығатын боламыз. Ешқандай шашылып кетпейді. Осылай әдемі болып шықты. Осыған арнап, арнайы сәбіз пиязды қуырып подлив жасасаңыздар да болады. Немесе мен секілді, мен 1 ас қасық томатқа су құйып, тұз салып, жақсылап араластырып алдым. Өзіңізге ұнаған подливқа қолдана берсеңіздер болады. Енді осылай противенімізге салып алатын боламыз. Арасын бір-біріне жақын етіп, әдемілеп қойып шығамыз. Біздің томатный соғымыз дайын. Енді соны құятын боламыз. Осылай бір шетінен құясыздар, кішкене толтыңқырап, осының буында әдемі жұмсақ болып піседі. Енді бетін фольгамен жақсылап жауатын боламыз. Алдын ала пешті қыздырып дайындап қойыңыздар. 200 градуста 40-45 минут пісіріп аласыздар. Фольгамен бетін жауып, одан кейін ашып, тағы да 5-10 минут пісіріп алыңыздар. Осы кезде бетіне сыр сепсеңіздер болады. Өзіңізге ұнаған. Осымен тағамымыз дайын, өте керемет, дәмді болып шықты. Видеоны лайк басып сақтап алыңыз. Баршаларыңызға